Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін кофеден керемет осындай десерт жасаудың рецептісімен бөлісемін. 5-ақ минутта дайын болатын десерт. Бұл десертті дайындау үшін мендегі кәдімгі молотый кофе, 35 грамм кофе, 150 грамм шекер және 140 грамм мұздай су, өте мұздай су. Мұздай суды алдын ала морозильникке салып, қатты мұздатып алуға кеңес беремін. Қатты мұздай болса, жаңағы мусымыз әдемі болып шығады. Бұл кофейный мусс дейді. Десерт өте дәмді, тәтті десерт. Осылай миксермен араластырып аламын. Қою крем сияқты болғанша миксермен айналдырып, араластырып дайындап аламын. Енді ыдысыма құямын. Осы екі түрлі ыдысқа салып, екі түрлі етіп десертімді сәндейтін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы десертті жасап көріңіз. Өте дәмді. Ең бастысы жылдам дайын болады. Және бұл десертті жасау үшін сливкидің де қажеті жоқ. Үйіңізде кофе болса болғаны, осы десертті жасап көрсеңіз болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Осылай ыдысқа салып алдым да, енді үстіне какао ұнтағын себемін. Екіншісін басқаша сәндеймін. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Өте әдемі, керемет болып шығады. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді мен сіздерге барынша жылдам дайын болатын десерттердің рецептісімен бөліскім келіп жүр. Болашақта да неше түрлі дәмді десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Сол дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Мінекей осылай әдемілеп сәндедім. 5-ақ минуттың ішінде менің тәтті, дәмді десертім дайын, қыздар. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Неше түрлі шығатын дәмді рецепттерімді қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз.